Баршаңызға сәлем достар. Бүгін порцияларға бөлінген муравейник тортын пісіреміз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Қамыр илеуге кірісеміз. 380 грамм ұнға 8 грамм қопсытқышты қосамыз. 30 грамм қант және шым-шым тұзды қосып араластырамыз. 2 ас қасық қаймақ қосамыз. 1 жұмыртқа, 180 грамм сары май. Сары майды қысқа толқынды пеште ертіп аламыз. Қасықтың көмегімен шамалы араластырып аламыз, сосын қолмен қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Қамырымызды целлофанға салып, мұздатқышқа 1 сағатқа қойып аламыз. 1 сағатымыз өтті. Енді қатқан қамырымызды үкіштің үлкен көзінен өткіземіз. Немесе еттартқыштан өткізсе болады. Үкіштен өткізілген қамырымызды 180 градуста духовкада толық піскенше пісіреміз. Мінекей біздің қамырымыз пісті. Енді оны қолмен үгітеміз. Бір банка қойылтылып қайнатылған сүт қосамыз және барлығын жақсылап араластырамыз. Енді стаканның және пищевой пленканың көмегімен торттың формасын шығарамыз. Порциялық тортымыз шашылмау үшін қолмен осылай қысып формасын келтіреміз. Толық түсінікті болу үшін тағы да бір рет көрсетейін. Порциялы муравейник тортымыз дайын болды. Енді торттың бетін өзіміздің таңдауымыз бойынша әрлейміз. Мен торттың бетіне ақ шоколадқа 2 ас қасық сұйық майды қосып, қысқа толқынды пеште ертіп алып, осылай ганаш жағып шықтым. Достар, егер сіздерге рецепт ұнаса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар лайк басып, және тағы да басқа да әлеуметтік желілерде достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Келесі видео рецепті кездескенше сау болыңыздар.